Баланың мұрны бітіп тыныс алуы қиындаса түймедақ тұнбасын тамызыңыз. Бір рет тамызғаннан ақ мұрыннан аққан су сап тыйылып, тыныс жолдары ашылады. Мұрынның бітелуі өте жағымсыз жағдай. Әсіресе жас балалардың түнде мұрны бітіп демалуы қиындаған кезде аяп кетесің. Ыстық төсектен тұрғызғың келмейді. Тұрғызбасаң, ұйықтауы қиындап, тыныс алуы нашарлайды. Жалпы, мұрын еш себепсіз бітелмейді. Ол белгілі бір аурудың басталуынан дерек береді. Мұрынның бітелуіне мұрын жолдарының толып қалуы, мұрын жолдарының ісінуі, аллергия себеп болады. Егер балаңыздың мұрнынан су ақпаса да бітелетін болса, ол ісік немесе аллергия болуы мүмкін. Ал мұрны дуылдап, қышып маза бермесе, онда аллергиялық риниттің белгісі. Мұрыннан сұйықтықтың ағуы вирустық инфекциядан хабар береді. Ал қою жасыл түсті сұйықтық немесе қою сұр сұйықтық ақса, онда балада бактериялық инфекция бар деген сөз. Біз ұсынған емді қолданудан алдын балаңыздың жағдайын бақылаңыз. Міндетті түрде педиатр дәрігердің кеңесін алғаныңыз жөн. Егер қызуы көтерілмесе, жөтел болмаса, құсу, іш өту секілді қосымша аурулар мазаламаса, онда үй жағдайында халықтық емін қолдануға болады. Тап осы мұрынның бітелуіне дәріханадағы дәрілер мен тамшыларға қарағанда үй жағдайында әзірленген мына тамшылар тез әрі керемет көмектеседі. Түймедақ тұнбасын қалай дайындау керектігін біліңіз. Бір ас қасық құрғақ түймедақ үгіндісін бір стақан қайнаған суға салып, отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң оттан алып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 15-20 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 2 тамшыдан мұрынға тамызу керек. Түймедақ тұнбасы тыныс алу жолдарының қабынуына ем болады. Мұрынды ашады. Бактериялық және инфекциялық вирустың көзін жояды әрі терең тыныс алуға септігін тигізеді. Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды. Рахмет.